Dostlarım en masalım, kutları canlarım. Vermasın dağlar, bağlasın ana, çoklamasın ben gülüm. Vermasın dağlar, bağlasın ana, çoklamasın ben gülüm. Bizim taqribimiz Fıratlı Soğuz azabı. Оқу бағдарламасына мақсаты көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқайту. Жау тылындағы бала әңгімесіндегі кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып, баға беру. Сабақтың негізгі мақсаты көркем шығармадағы көркем бейнесін ашады. Кейіпкерлер бейнесін ашады, үзінділерді жатқа айтады. Жау тылындағы бала әңгімесіндегі кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырады және баға береді. Жаңағы балаларымыз ою арқылы топқа бөлінді. Енді топ болғаннан кейін әрбір оқушы өзін-өзі бағалау мақсатында мен оқушыларыма торсықты беремін. Осы торсық арқылы балалар өздеріңді бағалап отырасыңдар. Ол үшін мен артына аты-жөндеріңді жазып қойыңдар, жарай ма? Сонда мына жерде бауырсақтарда тапсырмалар тұр. Уақыт шектеулі балалар. Осы бауырсақтағы тапсырмаларды тез-тез орындаймыз, жауаптыға. Ал енді берген жауаптары мына дескриптор бойынша бағаланады. Дескрипторды есімізде сақтап отырамыз. Қажеті дүниеге Қасым Патшаның 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Ас-Су-Бұлақ ауылында дүниеге келген. Әкесі Қайса деген кісі, шешесі Бисамал 12 баланы дүниеге келіп, 18-ін осы уақытқа шейін жетілдіріп өсірген. Жақсы, тамаша. Келесі топ. Ал айтпақшы. Шығарманың авторы кім және қандай шығармалар бар? Шығарманың авторы Қасенов, ол халық қаһарманы және партизан шапшадыршы. Оның ажалы аузында жауып тылында бала және жас партизандар деген шығармалары бар. Жақсы. Ағай. Серіктің отбасы туралы не білесің? Серіктің отбасында 3 адам бар. Біріншісі әкесі, ол Жомарт Бергенбаев, ол майор, ал анасы болса үй шаруасындағы әйел, Жаралы Жамал, ал баласы олардың Серік, жас партизан. Сол сурет бойынша біз кинолента, кино түсіруіміз қажет. Келіңіздер. Үстінде тұрған қарапайым тұман безінде шыңдалмада белгіленгенде кенетте әкесі тұрып, тыңдап тұрған майор Бергенбаев деп келте сөйледі. Солай ма, қазір жетем деп апыл-тұпыл киіне бастады. Төсекте жатқан Жамал ұшып тұрып, не болып қалды, не болды? Жомарт Жамалды абыржи бастады. Тез тұрып дайын болыңдар, киініңдер. Фашист армиясы шекарадан өтіп кетіпті. Біздің елде соғыс басталғанына дабыл 5 минут болыпты деп апыл-тұпыл киімін жөндей салды. Жамал Серіктің бетінен сүйіп, сыртқа қарай жүгіріп шығып кетті. Яғни бұл алғашқы соғыстың басталған уақытын естіген кезі. Кел, бана жерге жабыстыруға бірінші лента, екінші. Ал айтсын. Жұмысы жағындаған кезде халық ұжымға бір езгілігін жатқан сәт. Эшелонға ауылдың адамдары. Эшелон өртеніп жатқан. Бұл жерде фашистер самолеттер шекарадан қойды. Осы эшелонға оғатты. Сол кезде эшелон өртенді. Сол кезде ер адамдар шықты. Қашыңдар, шығыңдар, эшелон өртеніп жатыр деді. Сол сәтте адамдар эшелоннан шығып тоғайға қарай қашты. Жақсы. Эшелонға немістер оқ жаудырған сәті. Жақсы, ары қарай. Бұл жерде біз Серікпен және оның анасы Жамалды көре аламыз. Эшелон өртенгеннен кейін барлық халық тоғайға қарай қашады. Сол кезде Жамал мен Серіктен қашып бара. Жамалда еш жоқ, екі өкпесін қолына қысып, баласын қойына қысып, апыл-ғұпыл жүгіріп келе жатыр еді. Оған қарай бір самолет оқты боратып жіберді. Бір жанбас бетімен бір шұңқырға ауып түсті. Серігім деп айқай салып жүр. Серіктің оған тіл қатуға шамасы келген жоқ.
не заматта Жамал есін жиғандай болып, Серікжан, оқ деген жоқ па қарашығым? Деп Серікті аймалай бастады. Сол кезде Серік, жоқ, оқ деген жоқ, мама, тұршы, жүрші, қазір неміз самолеттері келіп қалады, қашайық, бәрі таудың түбіне тығылып жатыр, біз де сол жаққа барып тығылайық деп мамасын түртпектелей берді. Жамал орнынан тұра алмай әзер қимылдаған кезде екінші жамбас бетімен қарай ауып түседі. Оқ деген екен. Сол кезде ғана оқ дегенін баласы білді. Оқ деген жері Жамалдың қан жосағы болады. Серік оны көріп шошып кетті. Серіктің басқа істері жоқ. Тек оң қолымен көзін жасын сүртіп, анасын түртпектелей берді. Мама, тұршы дегеннен басқа ештеңе демеді. Анасы бір сағаттай қиналып жатып жан тапсырды. Қанша қорықса да жүрек тұсын Серік анасын басына қойып жылап отырып қалды. Жарайды, тез жүгіріңдер, командир кейінірек келе жатыр деп айтады. Борис пен Серік екеуі жүгіріп кетеді. Сол кезде Василий ағайдың ойына бұл екі баланы сәби өмірі от пен оқтың арасында өтіп жатыр. Оларға қазір қиын болып жатыр. Бориске бәрібір ғой, анасының қасында. Ал Серікке ше, бейшара Сережа, ол анасы жау қолынан қаза тапты. Әкесі тірі ме, өлмей белгісіз. Тірі болса да қай жерде жүрген екені белгісіз. Біз өзіміз елуден астық, жастық шағымыз жаман өткен жоқ. Жігіт кезімізді жақсы өткіздік. Алай-бұлай болып кетіп жатсақ, өмірге өкінішіміз жоқ сияқты. Бұның бәріне кінәлі қаншер Гитлер кінәлі. Сол осы ойлардың бәрі салған сол жалмауыз деген ой, әрқилы ой Василий ағайды бас көтергізбей қойды. Жақсы. Әке біле қойыңыз. Мен бұл суретке қарап, Серіктің тапқылы деп тақырып қойдым. Бірінші себебі Серік, Анна Иванова, Боря үшеуі өзеннің ар бетіне өту үшін көпірге жақындағанда көпірдің ортасында бір неміс тұр екен. Анна Ивановна пачақ билетті Серіктің жағасына тығып қойып, бала ғой, онан оншамызға тексере бермейді дейді. Ал екінші себебі Тамара мені қайтадан сатып кетеді деген оймен патша билетті ақ орамалға орап, үлкен бір ағаштың түбіне көміп кетеді. Солай соғыс аяқталып барлығы тынышталғанда Анна Иванова Серік пен Боряға келіп, сендер білесіңдер ме, біз ақ орамалға түймешекпен патша билетті жасырып едік қой. Сол қайда екенін білесіңдер ме деп сұрағанда Анна Иванованы Серік пен Боря сол үлкен талдың және апарады. Анна Иванова қарап тұрып, сендер тоқтай тұрыңдар, мен қазір күрек әкелемін дейді. Сол кезде Боря мен Серік оны күте алмай, өздері қолмен қазып алып, сол түймешекке оралған күйіндегі патша билетті Анна Ивановаға апарып береді. Ол жерде де екі ұлдың есін көреміз, тақпарлығы, сақтықтаған көреміз. Жақсы, тынышы. Ал, енді екі топ бір-бірімізге жауап бердік қой. Екінші топты кім бағалайды, кімді бағалайсыңдар? Мен бұл жерде үйреніп бағалап тұр. Көркем шығармадағы кейіпкердің бейнесін аша алды, бір бал үзіндіні жатқа айта алды, бір бал сұрақтарға жауап бере алды. Жалпы бал 3 бал. Жалпы 3 бал бердік, аға беріңі бар. Мен бұл топтан нұсқаны бағалап деп отыр. Көркем шығармадағы кейіпкердің бейнесін аша алды, үзіндіні жатқа айта алды, сұрақтарға дұрыс әрі нақты жауап бере алды. Өзіне 3 балды қоя берді. Тағы да біреуіміз бағалайды екінші топты. Кім бағалайды? Айсана біреуді бағаламына топта. Мен үндіді бағалаймын. Көркем шығармадағы кейіпкердің бейнесін аша алдым, өзімді жатқа айта алды, сұрақтарға жауап бере алды. Жақсы, үндіге 3 бал бердік, аға. Асама кімді бағалайды? Мына топтан бағалап еді біреуді. Көркем шығармадағы кейіпкердің бейнесін аша алды 1 бал, үзіндіні дұрыс әрі жатқа айта алды 1 бал, сұрақтарға нақты жауап бере алды 1 бал, жалпы 3 бал берді. Жалпы 3 бал берді. Жақсы. Батыр, жақсы партизан мүшесі бола алды. Адал қызмет істері жақсы. Ал, кім? Біз бұл жерге Ақмөл мен Арқаттың жылынан қостық. Шығармадағы іс-әрекеті Кім кейіпкер кім? Анна Ивановна бұл жерде еліне адал болды, және де сақ болды. Автор берген мінездемесіне партия мүшесі. Менің ойымша Серік өз баласы болмаса да Борядан кем қылмай өсірді және оған адал болды. Және ол қаншама тілге алса да ештеңе айтпай елін жерін аман алып қалды.
Biz Toğuşan'ın anlamını Kristan'ın Şammadağ Sarıketine akıllılık dostuk günü oyuma öz balasını, bölüm asını жатса da tek balasını oylап намаздан өзі жаттаған соңғы уақытқа дейін сол баласының амандығын тілеп жатты. Ол өз баласы үшін оқыған үшін өзінің баласын құтқару кезінде өз жанын құрбан етті. Автордың берген іздемесі қою қара шашты қаралап келген толықтау келіншек. Менің ойымша Жамал ер жүрек ана. Ол серікке жақсы тәлім тәрбие берді деп ойлаймын. Жақсы. кейіпкердің атап жүрді серік. Шығармадағы іс-әрекеті бауырын ашып, адал, шыншыл, сақ, тақыр. Автор берген мінездеме қара-қарадағы 3-ші сынып оқушы Шабандоз. Бұл жерде біз Шабандозды қай жерден көре аламыз? Серік осы 3-ші сынып оқушысы қазір осы 3-ші сынып оқығанға дейін ата-әжесінің қолында өскен. Оған атасы атқа мініп үйреткен, аттың ебін тауып, аттың тілін түсіндірген. Сол себептен оны Шабандоз атап кеткен. Ол оқжетпес дегені осы олар бір лагерь құрған кезде немістер оларға қанша шабуыл жасап, қаншама оқ атса да серік ол оқтың өзіне біреу де тигізбей қай жақта не жатқанын Анна Ивановнаға айтып хабар жеткізіп тұрғандықтан оған командир оқжетпес деген ат қойған. Барлап келе жатқан кезде бір араққа сылқи атып алған бір мас немісті көреді. Олар немістің мас кезі пайдаланып, иегіндегі белдігін сығытып алып, қолын байлап, оны партизандар үйін алып кетеді. Осылайша екі бала тағы да ерлік жасайды. Бұл жерде Боря мен Серіктің екі неміс фашистерінің өзінде шомылып жатқанын көріп қалған кезі. Бұл жерде Боря Серікке айтады, біз оларды атып тастайық дейді. Бірақ Серік оларға айтады, бізге командир айтты ғой, мылтықтың даусын шығармасын деп айтты. Одан да біз олардың киімін ұрлап кетейік деп оның киімін тықты деді. Олардың киімін ақша. Кімді бағалайсың? Кімді бағалаш? Азаматты. Берген тапсырма арқылы куәлікті толтыра алды бір балл, сұрақтарға жауап берді бір балл. Жалпы балл 2 балл. Жақсы. Ендігі келесі жұмысымыз кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақ бойынша Aktorun oyun anlatmaya өз тұжырымын айта алды бір бар. өйткені бұған ешқандай қоспапты екеулерін. Мен ақылымен ақыраттың жұм бағаланып өтті. Кеткен іс-әрекетін талдай алды бір балл, автордың ойын анықтай алды бір балл, өз тұжырымдан айта алған жоқ. Жалпы балл 2. Қай жерде толықтыру енгізіп сол жерде? Ақылдылығын, өжеттілігін қайсарлығы. Және автор білген өзіндегі сары шықшты соны толықтырып, және мен дегенде Боря өте адал, серікке өте жақсы араласады, өзінің тұрған бауырымен өз болса да, өзінің бауырымен бөліп, және өз туыстарымыз оны бөліп жармады. Ешқашан бөліп жармады. Жақсы, олардың өзінің көз арасы, өзінің пікірлері бар. Жақсы, тамаша. Біз үнжімен азаматтың кейіпкерін шығармада іс-әрекетін толықтырдық. Өжет, тапқыр, сақ, және ол партизан ұйымына адал қызмет етті іс-әрекет. Кердің есімі Серік. Туған жері шығарма бала. Шығарманы атауы. Жалпы бала 1999 жылы. Кейіпкер қатысын сақ, өжет, батыр, тапқыр, адал, партия мүшесі немен айналысады? Ол жас партизан, автор, Қасым Қасенов, куәлік беруші Амангелді орта мектебі, куәлік беруші Сартбай Азамат Бекбек. Кейіпкердің есімі Жамал, туған жері шығармасында орталық тобындағы бала, өмір сүрген кезі 1943 жылы соғыс жылдарында. Кейіпкерге қатысты негізгі белгілері ақылды, жанашыр, қамқор, шыдамды, мейірімді. Немен айналысады? Үй шаруашылығына ел болған. Автор Қасым Қайсенов. Куәлік беруші Амангелді, куәлік беруші Бекбек, бірінші мақаласы. Жақсы. Серікті
жазғандарын тыңдаңдар. Кейіпкердің есімі сері. Туған жері жауап қылмысында бала. Өмір сүрген кезі 1941. Кейіпкерге қатысты негізгі белгілері партизан, жас партия мүшесі, Мергенбаевтың баласы, адал, тақыр, бауырмашыл. Немен айналысады? Жас партизан мүшесі болып, және де хабарлаушы болып айналысады. Авторы Қасым Қасенов. Куәлік беруші орын Амангелді атына орта мектебі. Куәлік беруші Қайратұлының болса, келген күні 1 наурыз. Жақсы. Мен осы Кім жас серік? Өзі жаздым. Оқыш серік. Шығарма атауы жауаптылығы бала. Өмір сүрген кезі 1941-1945 жылдар аралығы. Кейіпкерге қатысты негізгі белгілері ақылды, тапқыр, мейірімді, күшті, партизан, озат, қамқор, батыл және партия мүшесі. Немен айналысады? Партизандықпен және базаушылық. Авторы Қасым Қайсенов. Куәлік беруші орны Амангелді орта мектебі. Куәлік беруші Берікұлы Бекдов. Берілген күні 2024 жылдың 1 наурызы. Шынамақтан алған әсер көп, себебі адал, шыншыл, қайсар, шыдамды өжет бола білсек, біз үнемі алда жүреміз. Жақсы, поштаға барып сал. Мен бар әлемге тыныштық тілеймін, себебі барлығы бейбіт өмір сүруі тиіс. Барлық қазақстандықтар Мен еліне бейбітшілік тілеймін, себебі Қазақстан елінің барлық азаматтары бейбіт өмір сүру қажет. Тамаша. Ахмет. Тамаша. Мен бүгінгі сабақтан алған әсерім зор. Себебі мен өз елімнің патриоты боламын. Мен жас қоғам мүшесімін. Жақсы. Баста. Аяулы Анна Ивановна, мен сізді жақсы көремін. Сіздің бойыңыздағы жақсы қасиеттердің бәрі әр ұлдың, әр қыздың бойында табылса, бірін-бірін жақсы көретін еді. Мен сізді оқығалы бері мен өз анамды, ұстаз анамды жақсы көріп кеттім. Жақсы. Мен сенің болсам секілді батыр тақыр болып еліңді жеріңді жаудан қорғап, осыдан қиын сәттерді тастамай адал боламын. Жақсы. Қымбатты Сереға, мен сіз туралы шығарманы оқи отырып, сіздің ерлік істеріңізді үлгі тұтамын. Сіз жауынгерсіз, әкесіз, батырсыз, мен сіз сияқты әскери қызметкері болғым келеді. Мен сізді мақтан тұтамын. Батыр Боря сіз өте батырсыз. Барлау жұмысында өзіңізді сақтаңызда батырлық көрсеттіңіз. Мен өскенде еліме, жеріме адал қызмет етемін, үлкен мерзім боламын. Жақсы. Аяулы Ивановна, сіз тамашадасыз. Сіздің балаға және туған жеріне елге деген махаббатыңыз мені сүйкімді. Мен сіз сияқты батыл болғым келеді. Сізді жақсы көремін. Жақсы. Тамаша. Әрқайсыларыңыз білдірді деп ойлаймын. Ерлік тәрбиеден қуат дейді Бауыржан Момышұлы. Мен ойлаймын, осы 7-ші асының бауырларының барлығының жүрегінде, түпкірінде анаға деген, досқа деген, бауырға деген, әкеге деген, отанға деген сүйіспеншілігі бұдан сайын арта түседі деп. Енді адамгершілік тәрбиесі, патриоттық тәрбие, бейбітшілік, ел тілегі тақырыбында, еркін тақырыпта эссе жазып келесіңдер. Сөздің саны 100-150 бола берсін. Сондықтан нақты ойларын ойлаймын, оқыған повесть бойынша, өздерінің ойларын бойынша осы тапсырманы белгілеп алыңдар. Көп ұлттардың мекені, тыныш болсын еліміз, ынтымақпен бірлікте, тыныш болсын халқымыз. Назар салып сабаққа қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақта өте белсенді қатысқан бірінші топтағы Ахмет, Нұрғиса, Азамат, барлықтар жақсы қатысты. Іншу, Айсана бүгін белсенді көрсете алмадың, Ақтаулет. Екінші топтағы барлық оқушы белсенді, тек қана бізде кім көтерілмей қойды аға? Арқа. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі тақырыпта балалар қамтылды. Негізгі мақсатымыз ашылды деп ойлаймын.